Мұхтархан Гүлжанат косметология саласында 21 жыл бойы жұмыс істеп келеді. Германия, Польша, Черногория, Түркия, Иран, Дубай, Корея, Қытай елдерінде косметология саласы бойынша көптеген тәжірибе жинаған. Бұл салаға келуіне әкесінің халық емшісі болуы түрткі болған. Дәл қазіргі уақытта Астана қаласында көптеген шәкірттерді тәрбиелеп, әртүрлі аппараттармен жұмыс жасап жатыр. Кореяның ең соңғы технологиясы арқылы табиғи жолмен шаш, кірпік, қас өсіріп, көптің алғысына бөленіп жүр. Арма көзқарақты көрермен, әдеттегідей эфирде «Ол кім бұл не» бағдарламасы шығармашылықтың жалпы өзінің саласының шыңында жүрген азамат-азаматшылармен сұхбат құрамыз. Бүгін бізде қонақта косметолог Гүлжанат Мұхтархан. Қош келдіңіз, Гүлжанат ханым. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз ең алдымен. Енді жалпы косметология саласына тоқтала кетейік. Осының ішінде білуімше теріні емдеу жүйесімен айналысады екенсіз. Бұл салаға келуіңізге не түрткі болды? Жалпы қалай осы салаға келдіңіз? Енді негізі өзім Қытайдан келдім. Осы салада жүргеніме 21 жыл уақыт болды. Мәссаған. Косметология саласында. Негізі енді мен косметологияда бұл тері ауруларымен мен папамда халық емшісі болды. Бала кезімнен тері ауруларды көп көріп өстім. Бір жағынан сол себеп болған болуы мүмкін. Екіншіден, менің өзімнің бетімде көптеген шұбарлар дейді ғой, веснушкалар. Сондай көп болды. Бұл веснушкалар екі түрлі болады негізі. Генде болады және кейін пайда болады. Менің бетімдегі жаңа генде болған. Оны енді папам бір шөп таба алмай жүрмін, соны тапсам кетірем деген болған. Сол кісіні күтіп жүргем. Кейін енді өзім осы салаға ақырын ізденіспен өзімнің бетімдегін кетіру мақсатында келе бастадым. Енді осы 2 жылдан бері көптеген косметикаларды көптеген елдерде болдым. Германия, Польша, Черногория, Түркия, Корея. Осы сала бойынша, Осы сала бойынша. Және де Қытай елдерінде қайта ізденісте болдым. Осы кезде кешке дейін кездесіп сұрай беретін сұрағым, беттегіні қалай кетіру керек, қалай жасару керек. Осы сұрақтар мені қайда барсам да сонымен ізденісте болдым. Сол ұзақ уақыттан бері осы ізденістің арқасында көптеген косметикаларға кездестім. Барлығының өзінің енді ролы болды, бірақ менің ойымнан шыққан жоқ. Енді осы соңғы 2,5 жыл болып қалды, бір жоғары техникамен жасалған косметикамен кездестім. Осыдан бастап жаңағы біз негізі бетті әрлеу, клиенттердің жаңағы әжімдеріне көмектесетін әртүрлі тері, беттегі жасарту осымен айналысқанбыз. Осы барыста клиенттеріміздің бетіндегі пигменттер, жаңағы безеулер, және де көптеген сүйелдер болады, бетке де шығатын. Осылар біздің косметикамызбен кетіп қалды. Осыдан бастап тағы да зерттеу басталып кетті. Жаңағы Дубай еліне және Иран еліне барған кезде ол жақтан бір таза қара зеремай кездесті маған. Сол қара зеремаймен жаңа косметикаларды пайдаланған кезде біздегі тері ауруларымыз өте жақсы өнім беріп жатыр. Көптеген адамдар енді осы тері аурулармен қиналғандықтан қазір көп көмегін тигізіп жатыр. Сол себепті осы тері ауруларымен ақырын келе бастадық. Жалпы енді заман дамыған сайын сөздің ашығы керек, аурудың да түрі көбейіп келе жатыр ғой. Сол аурудың түрлерінің ішінде бетке байланысты ауруларды демек көп кездеседі ғой. Қандай нақты бір осы ауру түрімен бетке осындай дүние шықса емдейміз деп айтасыздар ма, әлде кез келген бетке шыққан дүниемен күресесіздер ме? Енді рас қоғам дамып жатыр, күнде жаңалықтар көп. Біз үздіксіз іздену үстіндеміз. Қазіргі біздің осы қолымызда тұрған косметикамен енді кездескен бетте болсын, денеде болсын бір тері аурулар болады. Соларды кәдімгідей емдеп жатырмыз. Емі болып жатыр. Көмектесіп жатыр косметикаларымыз. Ешқандай жаңағы қимай, кеспей деген сияқты только косметикаларымызбен, қара зеремаймен, жаңағы косметикаларымызбен осы тері ауруларын жазып жатырмыз. Қоғамда сізге сүйенетін адамдар көп па жалпы? Енді бізде қоғамда сүйенетін адамдар негізі шектеусіз. Өйткені 13-14 жастан бастап балалардың бетіне безеу шыға бастайды, гормоналды өзгеріс болғаннан бастап. Осы кезден бастап біз көмектесе аламыз. Және үлкен кісілерде әжімге, пигментке, жаңағы безеуге, безеуден қалған орындар, және тыртық,
мынау шырам, сүйел дейміз ғой. Осылардың барлығына жаңағы экзема, псориаз дейді. Осы сияқты тері аурулар, кейбір адамдардың жаңағыдай нерв дәрежелі болады екен, мынау тері аурулар. Олардың барлығына да өзінің көмегін алып жатыр. Қанша уақыт енді емдеу барысы қанша уақыт кетеді? Енді ол клиенттің ауруына байланысты, кейбір адамдарда ұзақ уақыт болған, кейбір адамдарда бірнеше жыл болған, осындай несіне байланысты. Бірақ енді қазірге дейін енді осы 2 жылдан бері мен көрген результаттарымда 1 ай, 1,5 ай, 2 айдан асып кеткен жоқ. Енді осы салада жүргеніңізге 21 жыл уақыт кетті деп айттыңыз. Енді ұзақ уақыт, шынына келгенде 21 жыл уақыттан бері осылай емдеп келе жатсыз ба, әлде белгілі бір уақыт зерттеумен кетті ма? Иә, дұрыс айтасыз. Осы көп уақыттан бері бізде зерттеу болды, ізденіс болды. Бірақ адам бір іздеген нәрсесін табады екен. Сол соңғы 2 жылдан бері, 2,5 жылдан бері мен өзімнің ойлаған нәрсемді таптым. Іздеген нәрсемді бастап істеп жатырмын. Білуімше қазір дәл қазіргі уақытта Астана қаласында белгілі өзіңіздің емдейтін орныңыз бар, иә? Иә, орталығыңыз бар. Қанша адам жұмыс жасайды? 7 қыз жұмыс жасайды. Бірақ негізі басы қасында толығымен өзіңіз жүресіз. Жалпы адамдар көбінесе енді емделу үшін келеді ғой. Зиян болып кететін кездер болмай ма? Кері әсерін тигізіп денсаулыққа? Енді осы сұраққа мысалы мен өзім маман ретінде айта аламын. Мен 2004-2005-тен бастап лазермен жұмыс бастап істедім. Лазермен. Қазір косметология саласында лазерді де өте көп пайдаланады. Әртүрлі аппараттар көп істететін. Осыдан енді дұрыс істелмесе, жаңағы біздің мамандарымыз дұрыс жұмыс істемесе, осыдан зиян тартады. Кейбір адамдардың бетін күйдіріп алуы мүмкін, дақтар қалып қалуы мүмкін, немесе жаңағы әртүрлі бір қарайып зияндарын көреді. Сондықтан байқау керек. Тек бетке байланысты емес, тағы да шашқа байланысты, жараларға байланысты жұмыс жасайды екенсіздер. Оның барлығы сол шөп дәрімен қайтарылатын дүниелер ме, әлде белгілі бір аппараттарды алдырып? Енді қазір бізде мынау бас терісін емдеу, осы соңғы менің 1 жыл емес, енді жарты жылдан асты. Осы уақытта ізденісте болдық. Адамдардың ковидтен кейін, немесе адамдардың қазіргі экология ма, ішіп-жем ба, әйтеуір ненің кесер, жастардың да және әйелдердің де барлығының шаштарының түсуі өте көп. Сондықтан шашты емдеу туралы табиғи, енді біздің компаниямыздың, біздің мақсатымыз бәрі табиғи жолмен, ешқандай химиясыз, зиян тимеуге барынша көмектесеміз. Кореяға барып келдім. Кореяда 3 рет осы шаш туралы ізденісте болдым. 3 рет барған тәжірибемнен мынау шаш, кірпік, қас барлығын өсіретін, кәдімгі табиғи жолмен өзінің шығаратын мүмкіндіктерді қарастырдық. Осы соңғы 1-2 айдан бері көптеген нәтижелерге қол жеткізіп жатырмыз. Жалпы енді біздің қоғамда расымен де осылай бетке байланысты, шашқа байланысты емдейтін адамдар, емдейтін орталықтар көп пе? Әлде менің білуімше аз секілді негізінде. Енді мынау тері аурулармен және де шашты емдеу орталықтары менің ойымда да өте көп емес. Аз, иә? Аз. Мамандарымыз да аз болуы мүмкін деп ойлаймын. Өйткені шашты жаңағындай бұрынғы технология бойынша шашты желкедегі шашты алып өзінікін өсіретін, жаңағы операция сияқты кесіп өсіретін техника көп та, сол енді дамып жатыр. Бірақ табиғи өзінікін шығарады дегенді енді мен қатты көп ести қойған жоқпын. Сіздің аппараттарыңызды, дәрілік шөптеріңізді Қазақстанға келгеннен кейін белгілі бір орындар тексеріс өткізе ма, әлде бірден өзіңіз айналыса бересіз бе? Жоқ, мысалы мен косметикаларды алып келген кезде жалпы сіздің орталығыңыз негізі тексерістен өтеді ма? Иә, бүкіл косметикалардың сертификатын алып, сертификаттарын аламыз. Ол жаңа Қаразерем айында мысалы мен өзім үшін тексерттім, жаңа қандай не екен деген сияқты өзім мақсатым үшін солай тексеріп бастап істеп жатырмыз. Жалпы түсінікті. Косметология саласының енді қазір халыққа да қызық болып тұрған шығар. Қаржы жағына келетін болсақ, сізге жүгіну үшін
халықтың, қарапайым халықтың қалтасы көтеріп жатыр. Біраз еңбектеніп, қаржы тауып барып келу керек бола ма? Енді негізі біздің орталығымыздың бағалары халықтың өзінің қалтасын көтеретіндей баға. Біз көбінде жаңағы көмектесуге қарай жүгінеміз. Көп адамдарға енді мүмкіндіктің барынша қолымыздан келген көмегімізді аямаймыз. Тек қана ақшамен шектеліп қалмаймыз кей кезде, кейбір адамдардың жағдайына қарағанда. Бірақ негізі қолжетімді біздің бағаларымыз. Енді Гүлжанат ханым, сіз енді осы косметология саласында Қазақстанда белгілі бір жаңалық аштым деп айта аласыз ба? Мен осы дүниені Қазақстанға ең бірінші болып алып келдім деп. Осы аурудың түрінің емін таптым деген секілді. Мен мысалы қазір енді осы Кореядағы шашты өсіретін, табиғи жолмен өсіреді дегенді енді Қазақстан бойынша жаңа ең жоғарғы несін алып, өзіме мен алып келдім деп ойлаймын енді. Басқа тағы да бар шығар, бірақ табиғи жолмен осы тура нәтиже шығаратын. Ешқандай зияны жоқ. Ешқандай зиян жоқ. Лазермен, жоқ. Ол витаминдер болады. Даже ол витаминді көзге тамызуға да болады. Біздің шашымызға істейтін витаминдерді. Соны әкелдім деп ойлаймын Қазақстанға. Бір жаңалық әкелдім деп ойлаймын. Витамин, яғни дәрі, кәдімгі? Дәрі емес, ол витамин. Мынау біздің капсула ретінде ме әлде? Капсула емес, ол мынандай бутылкада болады, жаңағы аппараты бар өзінің кішкентай. Мезотерапия сияқты біз бетке де істейміз, бірақ инемен емес, жаңағы терінің түтікшесі арқылы ғана бастың терісіне жеткіземіз. Олардың молекуласы өте ұсақ, терінің 5 есе кішкентай. Біз аппаратпен де жаңағы кішкене теріні тесіп әрекет жасаймыз, ары қарай да жаңағы витаминдер өзінің молекуласы ұсақ болғандықтан терінің терең қабатына барады. Сіздің орталығыңыз Астана қаласында, Астана қаласының қақ ортасында, ауылдағы аймақтарда осындай сіздің көмегіңізге жүгінетін қарапайым халық өте көп. Былай жалпы енді Қазақстанның басқа жерлерінен де осындай орталықтар ашу ойыңызда бар ма? Не болмаса өзіңіз шәкірт тәрбиелеп, солай дамыту деген секілді. Иә, біз осы салада жүргенімізден бастап оқушы шәкірт тәрбиеледік. Шәкірттеріміздің алды кәсіптеніп жұмыс істеп жатыр. Әлде үйретіп жатырмыз. Өзімнің 21 жылдық тәжірибемен бөлісіп, көптеген шәкірттер тәрбиелеп жатырмыз. Үйретеміз, көрсетеміз. Өйткені әйел затына ең бір таза кәсіп, косметолог, массажист мамандығы бойынша жұмыс істегенде суыққа тоңбайды, ыстыққа күймейді, табысы енді әдеттегідей жақсы. Өзі де әдем болып жүреді, басқаларға да әдемілік сыйлайды. Сондықтан бұл кәсіппен қызығатын әйелдерімізді, жастарымыздың барлығын тәрбиелеп жатырмыз. Біз қазір Алматы қаласында орнымыз бар, торговый дом Евразия дейді, жаңағы Достық плазаның жанында. Одан кейін Шымкент қаласында біздің орындарымыз ашылайын деп жатыр. Ашылайын деп жатыр Шымкенттен. Түсінікті. Енді сізге көбінесе әйел адамдар, әйел заты жүгінеді ғой көбіне. Қазіргі уақытта осы біздің қоғамдағы көп белең алып жатқан сол бет терісіне байланысты қандай ауруды айта аласыз? Көбісі осы аурумен келеді деп. Енді ауру деп жаманнан айтпай-ақ қояйық, енді көбінесе қандай немен жүгінеді? Енді көбінде жастар, мынау безеуден қалған орын, солармен келеді, жастар келеді. Оны емдеу жаңағыдай белгілі бір дәрі шөппен ба әлде аппараттармен ба? Бізде сол косметикалармен, одан кейін косметология бойынша жаңағындай аппараттар болады, тазалаймыз, және механический чисткада болады. Әрқайсына әртүрлі не дайындаймыз. Бәр адамға бір нәрсе істей алмаймыз. Одан кейін жастарымыз көбінде пигмент, қыздарымыз әжім, сондай проблемамен келеді. Олардың да өзінің, егер бетін жасартам, өзін күтем, мен осы әдем болып жүргім келеді десе, бізде үлкен мүмкіндік бар. Ешқандай ботекссіз, операциясыз, кеспей қимай-ақ өзінің өңін сақтап қалып, ары қарай өзінің табиғи әдемілігін сақтап, әрмен қарай әдемі болып кетеді. Бола береді. Тек мынау табиғи жасарту бірден емес, ақырын келетін дүние болғандықтан адамдарға сабырлық керек, және күнде әрекет жасап тұру керек, сонда өзінің ойлаған нәтижесіне жетеді. Жалпы енді жаңа сөзіміздің басында айта кеттіңіз, тағы да айтып жатырсыз жасарту бойынша деп. Адамның енді бет терісін, сыртқы пішін расымен де жасарту ол мүмкін дүние ме сонда? Иә, қазір енді ғылым техника дамып кетті, шынында. Бұрын барлық адамдар кесетін еді, қиятын еді, немесе ботекспен қатырып қоятын еді. Енді қазір
мынау біздің косметикалардың молекуласы ұсақ терінің тесігінен істейміз, бетке жағамыз, терінің терең қабатына барады. Сол үшін жаңағы проблема, жаңағы безеу немесе псориаз сияқты аурулар содан көмектесіп жатыр. Оның қасында біздің тері жасушаларымыз жасаруына үлкен мүмкіндік бар. Енді қазір қоғамда көбісі жасаруға асығады дейсіз ғой. Иә, қазір енді мен басқа елдерде, әсіре Корея елінде де болдым. Жастар, әйелдер немесе ер кісілерде өте көп жүгінеді Кореяда. Бізде Қазақстанда кішкене ер азаматтарымызда біраз шектеулі. Иә, әрине. Жалпы енді біздің тәрбиеде солай ғой. Бірақ әйел азаматтар жүгініп жатады. Иә, әйелдер, жастар. Түсінікті. Енді сол косметология саласында жүргеніңізге 21 жыл болды. 21 жылдың ішінде бір нақты осы дүниені үйрендім деп нені айта аласыз? Мен енді көптеген мемлекетте болыпсыз, енді үйренген нәрсеңіз көп, бірақ енді өзіңіздің аузыңыздан естіген бөлек қой. Мен енді осы саланы игердім. Осы салада лазермен жұмыс істегенді үйрендім. Лазермен қандай жұмыс істеу керек, қалай теріге байланысты лазермен жұмыс істейтін. Одан кейін енді үйренетін нәрсем әлі көп деп ойлаймын негізі. Әлі күннен күнге дамып жатыр, әлі көптеген нәрсе үйренем. Енді мен өзім мектеп оқып жүрген кезімде, қателеспесем, сол 9-шы сыныпта ма, химия пәнінен ғылыми жоба қорғадым. Ғылыми жобамның тақырыбы осы сізге белгілі дүние осы косметологияға байланысты болды. Косметикаға байланысты, косметиканың адамдарға тигізетін зардабы бойынша ғылыми жоба қорғадым. Сонда айтайын дегенім, енді кәдімгі қарапайым күнделікті өмірде әйел азаматшасының қолданатын помада дейміз ғой. Сол ерін бояйтын дүниенің өзінің келтіретін зияны өте көп. Бетіне жағатын, енді көбіне біле бермеймін, енді сол бетке жағатын дүниесінің өзі, оның да пудра дейді ғой енді. Сол пудрасының өзінің зияны өте көп. Ол бала тууына да зиян келтіреді екен, өмірінің ұзақтығына да зиян тигізеді екен. Жалпы сол бойынша айта кетсеңіз, қазір қоғамда осы опа талапсыз жүретін қыздар жоқ десем де болатын шығар. Бұл сұрақ өте орынды. Енді әйел заты енді ерін боямай жүрмейді, жаңағы айтпақшы. Бірақ бір әйел адам егер сол помадамен жүретін болса, бір өмірінде 2-3 килограмм жаңағы помаданы жейді екен өзіне. Енді бет терісін айтатын болсақ, біздің бет теріміздің, түтікшелеріміздің барлығы зат алмасу болады түтікше арқылы. Осыны енді көптеген адамдарымыз, жаңағы қыз-келіншектеріміз сырлап тастайды. Жауып тастайды клеткаларды. Бой бүкілін жауып тастайды, сырлап тастайды, былай қарасаң, кәдімгідей. Бұл енді жас кезінде әдем болып тұрғанмен, жас келе ол әжім тез түседі. Өйткені зат алмасу азаяды. Жаңағы сондықтан жасушаларымыз тез қартая бастайды. Сондықтан тері тез қартая бастайды. Бірінші зияны. Екінші зияны өзінің табиғи әдемі түрін көрсете алмайды ешкімге. Макияжбен жүреді ғой. Енді қазір тура осы неге байланысты бізде енді бір адамдар, енді көп адамдар келген кезде, кейбір кісілер көбінде әйелдер әжіммен келеді. Ой, әжім түсіп кетті, көтеру керек, бетім босап кетті деген сияқты. Бірақ менің бір түсінген нәрсем, әйел затының мейлі кім болсын, адамға қараған кездегі өңі болады, нұры болады адамдардың. Сол көріну керек, жарқырап. Сонда адамдардың әжімі де, жаңағы қандай бетінде не бар, ол көрінбейді. Адамдар оны көрсетпейді, бәрін жауып тастайды. Немесе шаршап жүреді, тек қана ботекспен немен тартсайды да, өзінің табиғи реңін, өңін келтіре алмайды. Сондықтан адамдар қашан көрсеңде шаршап жүрген сияқты болып тұрады. Боянып алса да ар жағынан дұрыс емес екенін көріп тұрады. Жалпы енді жаңа сөзіңізде айта кеттіңіз, әр адамның өзінің сұлулығы болады, белгілі. Енді сіздердің алдағы жоспарларыңызда да сол өзінің белгілі сұлулығын айқындап тұру үшін сондай бір жаңағыдай дәрі-дәрмек не болмаса аппараттар алып келу ойда жоқ па?
Иә, енді осыны біз енді компаниямыздың өзі аты Feel Beauty, сұлулықты сезін. Біз келген клиенттеріміздің барлығына өзінің әдемі екенін сездіру мақсатымыз. Косметикаларымыздың барлығы істетіп бастадыңыз ба бетіңізге? Жаңа көріне бастайды, жаңағы табиғи недер. Өңін аша бастайды, емдей бастайды. Сондықтан адамдарға біз дұрыс бояну, дұрыс косметиканы қолдануды үйретеміз. Енді осы жақында мен жаңа лазер деп айтып кеттім. Бір Россияның год плазма дейді, немесе холодный плазма дейді, бір аппараттармен жұмыс бастап жатырмын. Біз әдетте лазерді көздің үстіне, мына қабақтың үстіне, немесе қабақтың астына жақын істей алмайтын едік. Осы жерде енді қабақ көтеру үшін, мына көздің алдындағы кейбір әжімдерді кетіру үшін біз сол аппараттармен істей алмайтын едік. Қазір год плазма деген бар, ол осы өте керемет екен, лазердің бір түрі сияқты. Жаңағы қабақтың үстін, астын, мынандай құлақтың, жаңа мойынның қандай сызықтары бар, солармен істеп жатырмыз. Енді осы косметикамен, осы аппараттармен мен өзім тіпті де бір жақсы нәтиже шығарам деген ойым бар. Жалпы шетелде осы дүние бар, негізі ешқандай бір зиян тигізбейтін дүниелерді бетке жағып алып, сұлу болуға болады деген секілді. Енді мен Германияда жүргенде өзім көрдім, жаңа косметикаларын маған сыйлыққа берген кезде, жағып бастаған кезде бетім тартылып, кәдімгідей қабақтарым ашылып бастағанын көрдім. Бірақ мен олардан сол кезде сұрадым, қандай зат, мен Қазақстанға апаруыма бола ма деп. Енді Германияда мен ойлаймын, ең қымбат, өте қымбат. Ой, ол қымбат, өте қымбат деді да қоя қойды. Ары қарай мен оны не қылған жоқпын, қатты сұраған жоқпын. Бірақ қазір енді бізде косметикалар тура сондай эффект беріп жатыр. Жалпы Қазақстанда қазіргі таңда қыз-келіншектердің қолданатын опа-далаптары Қазақстанда өндірілмейді. Енді көбісі сырттан келеді, мен білгенімде, көбісі сырттан келеді, Қытайдан келеді, Кореядан келеді, Америкадан келеді, жаңағы басқа елдерден келеді. Қазақстаннан шыққан өнімдер бар деп естимін, бірақ енді мен әлі өзім қолданып көрген жоқпын. Зардабын айта кеттік жаңа. Енді пайдасын да айттық. Осы дүниелерді халыққа қалай жеткізесіз? Енді көп халық біле бермейді деген секілді. Енді көбінде Инстаграм, жаңағы негізгі мен өзі осы 20 жылдан бері келе жатқан клиенттер арқылы ғана жұмыс істеп жатырмын, шын айтқандашы. Инстаграмда тұрақты клиенттермен ақырын болса да жаңа нәтижесін көріп жатырмыз. Енді білуімше сіздің өзіңіздің тұрақты клиенттеріңізге, жаңағы тұтынушыларға пайдасы болмаса зияны тиіп жатқан жоқ сияқты. Енді өзіңіздің айтуыңыз бойынша, енді осындай адамға пайдасы бар дүниелердің үкімет тарапынан қалай қолдау көрсетіле ме өзі? Әлде? Енді үкіметтен мен ешқандай көмек сұрақ көрген жоқпын. Бірақ көмектеседі ме? Оны шын айтқанда білмеймін. Білмейсіз ме? Осы заң туралы, жаңағы үкімет туралы бағдарламалар, жастарға көмектесіп жатқан, кәсіптендіруге көмектесіп жатқан нелері бар, көмектесіп жатқан. Бірақ мен өзім осы тура саласында жүгініп көрмеппін. Жаңа енді өзім де айта кеттім, күнделікті қолданатын опа-далаптың әйел адамның денсаулығына тигізетін зиян зардабы туралы. Соның ішінде бала көтере алмай қалуға дейін барады деп. Осы рас па? Енді мен оны үйтіп айта алмаймын. Бала көтеруге бара алмай қалатындай. Ол енді қатты бір гормональный немесе бір қатты зияны бар кремдер болмаса, бұлай бала көтере алмауға дейін әсер етеді деп. Енді дәл қазіргі Астана қаласындағы орталығыңыздағы аппараттар туралы айта кетсеңіз, қандай аппараттар, қай елден келді деген секілді? Олардың пайдасы, көрсетіп жатқан нәтижесі? Енді жаңағы аппараттардан бізде күнделікті тұрмыста жаңағы жастарға дейін, 13-14 жастағы балаларға дейін істететін бетті тереңнен тазалайтын аппараттарымыз бар, витаминмен. Ол күнделікті тұрмыста барлық адамдарға бола береді. Қандай келеді адамдар? Ең алдымен біз бетті тереңнен тазалаймыз. Одан кейін бір аппаратымыз бар, 2004 жылдан бері істетіп келе жатырмын. Жаңағы аппарат бойынша бір сұрақ қоя кетейін. Яғни, егер сенің бетіңде ешқандай да бір нақты бір проблема, яғни зиян келтіретін болмаса, көзге бірден көрінбейтін дүние болса да, сен ол аппаратқа пайдалана беруге болады, Бірінші рет келген клиенттеріміздің барлығын бетін тереңнен тазалауға. Былайша айтқанда бетті тазалауға мүмкіндік береді, арналған, жай аппараттарымыз, ол Италияның аппараты,
глубокий чистгаз дейтін аппарат. Ешқандай зияны жоқ. Ешқандай зияны жоқ. Толқындар арқылы болады, витаминдер болады. Мынау теріміздің түтікшелері жабылып қалды ғой. Соларды ашады және ішіндегі шлактардың бәрін алып шығады. Осындай аппараттарымыз. Емдеу қанша уақытқа созылады? Ол енді әдетте бір айда бір, немесе жаңағыдай қатты безеу беттер немесе проблема беттер болса, аптасына бір рет келіп, бір 3-4 рет емделсе, кәдімгідей эффектін көреді. Уақытты қанша? 10 минут. Бір 10 минут, иә? Одан кейінгі тағы? Одан кейін жаңа 2004-те алып келген бір фотомалажня дейді. Сондай аппаратымыз бар. Ол аппаратымыз енді керемет. Ол негізі Қытайдан әкелген, Бейжіңнан. Ол мынау терінің бір қабат терісін көрінбейді лазермен істегенде. Кейбір лазерде беттер қызарып, жаңағы ашып, қарайып жүреді. Бұл аппаратта ешқандай не көрінбейді. Пайдасы қалай адамға? Пайдасы қандай ауруларды жояды не болмаса? Ол жасару үшін. Жасару үшін? Иә. Мына теріні бір қабат терісін алып тастайды. Бірақ адамдар жаңағы комфорт болып жүреді ғой. Ешқандай лазерге түскен сияқты емес, күнделікті қызметке жұмысына бара береді, жүре береді. Кәдімгідей боянып жүре береді. Тек қана оны күзде ғана істейміз. Күз, қыс мезгілінде ғана істеледі, жазда істелмейді. Белгілі бір жас мөлшерін қамтиды ма, әлде қалай? Осындай жастан жоғары деген секілді. Енді жаңағы 30 жас, мысалы 35 жас. Енді кейбір адамдарда жаңағы менде болды, 20 жас, 18 жаста балалардың безеулеріне оған да пайдаланамыз. Әжімге де пайдаланамыз. Жаңағындай шрам, тыртық дейміз ғой, безеуден қалған орындар, соларға пайдаланамыз. Уақыты қалай емдеу уақыты? Ол емдеу уақыты 4 сеанс болады, аралығы 21 күннен болады. Әр 21 күн сайын келіп отырады. 4-5 сеанста кәдімгі мына жасару үшін болса, бір жылға сол жетеді. Ал енді дақ болса, немесе жаңағы безеуден қалған орындар болса, 7-8 сеанс кетеді. Ешқандай адам зиян тартқан жоқ? Зиян болмайды. Зиян болған жоқ. Болмайды. Тағы да қандай аппараттар бар? Одан кейін бізде лазер бар. Денедегі татуаж, татуировка ларды кетіреді. Қазір осы заманда өзі қыздар, келіншектеріміз татуажды дұрыс істемейді, қатты істейді, немесе светі дұрыс емес, қап-қара болып адамның өңі бұзып тұрады. Солардың бәрін біз із қалдырмай кетіріп береміз. Одан кейін денеде татуировка болады, әртүрлі жігіттерімізде болады, қыздарымызда болады. Жас кезде білмей салып алған, кейін кетіргісі келеді. Осыларды да олар сеанспен кетеді, енді бірден кетпейді. Бірақ бізде жаңағыдай ең жаңа осы озық соңғы модельмен келген лазерлеріміз бар. Бұл аппараттың да ешқандай зияны жоқ па? Жаңағы татуаждарды көбінде шаштары шықпай қалады, лазерді кетіргеннен кейін. Дұрыс істелмесе, қастары, шаштары шықпай қалады. Денедегі татуировкаларды шрам болып қалады. Сондықтан қыз келіншектеріміз болсын, татуаж, татуировка кетіретін болса, дұрыс мастерге барсын деп. Тағы қандай аппараттар бар? Енді тағы да бір аппараттарымыз бар. Ол біздің жаңағы Россияның аппараты, холодный плазма дейді. Осы соңғы 1-2 жылдан бері бүкіл елде барлық жерде таралып істеп жатыр. Мен оны өз 1 жыл зерттедім, кәдімгідей бола ма, болмай ма деген сияқты. Оны зерттеп, нәтижесін көріп, осы жақыннан бері пайдаланып жатырмын. Оның қандай пайдасы бар? Оның пайдасы қандай ауруларды емдейді? Оның пайдасы енді бүкіл тер ауруларында істеуге болады екен. Бүкіл шаштарды да емдеуге болады екен. Бүкіл тердегі әжімдерді, жаңағы безеуден қалған орын, дақ, сол сияқты қандай тері недері бар, солардың бәрін істетуге болады. Кез келген ауруға, яғни жасауға болады. Болады, бірақ енді бір ерекшелігі бар, оның жаңа көздің үстіне, көздің астына, құлақтың маңайына, мынау мойын деген ең жұқа тері ғой, соларға дейін істеуге болады. Енді бір минусы адамдар одан кейін жаңағындай тері күйеді, бір қабат тері қарайып түседі, бір 10 күн уақыттың ары берісінде тері жаңарады. Енді білуімше, енді көп кісіге жүгінетін жаңағыдай ауырып бетінде бір белгілі зиянды дүниелер шығып келіп, сол емделетін адамдардың көбісін осымен емдейсіздер, осы аппаратпен? Осы аппаратпен. Енді жоқ, бұл тек қана аппаратты енді ғана бастап жатырмыз. Біз негізі косметикамен. Косметикамен көбінесе? Бізде қара зере майы және косметикаларымыз бар, жаңағы жапон техникасымен жасалған. Солармен істейміз. Қазір оларға бір бөлек тоқталайық. Осымен аппараттар бітті ме, әлде тағы да бар ма? Қазір енді сол аппараттарымыз. Одан кейін жаңағы шашты емдейтін
Кореяның аппараты бар, шашқа витамин беретін. Шашты тексеретін аппараттарымыз бар. Жаңа ең алғаш айтқан аппаратыңыз айына бір рет кез келген ешқандай бетіңде де мәселе болмаса түсуге болатын аппараттың құны қанша, бағасы? Ол енді біздің ақшамен бір 100 000 теңге маңайында тұрады. Витаминдері Қытайдан алдырамыз. Кішкене витаминдер. Бір сеанс яғни 100 000 теңге, иә? Жоқ, біз оны арзанға істейміз. Мысалы бізде кубокчискалар 10 000 теңгеден басталады. 10 000-нан 20 000-ға дейін аралықта болады. 20 000-ға дейін, иә? Ал енді табиғи шөптерге, дәрілерге келетін болсақ, косметикаға келетін болсақ, иә, қазір мендегі косметикаларым молекулалары өте ұсақ. Бірінші ерекшелігі, екінші ерекшелігі фуллереннен жасалған. Фуллерен деген косметикада Нобель сыйлығын алған. Ол бірден терімізге барып, жасушаларымыз жасартады, микробтарды өлтіреді, содан кейін тері бостығын жияды. Ағартуы витамин С-ның 172 есесіндей. Осы косметикамызбен, бұл Таиланд деген техникамен жасалған. Осы косметикамызбен қара зере майы бар, жаңағы айттым ғой, Дубайдан әкелеміз деп. Сол қара зере майы және бет жасарту сыворткасы бар. Осы 3 косметикамызбен біз тері ауруларын емдеп жатырмыз. Енді осы нақты қандай тері ауруларын емдейді? Енді результаттар кәдімгідей көп. Сүйелдер түсіреміз. Сүйелдер түседі кәдімгідей 7-8 сеанстан енді. Негізі буынға шығатын сүйел ең қатты болады, тез түспейді. Осылар бір 7-8 сеанста түсті. Беттегі сүйелдерді кетіреміз. Одан кейін мынандай бір тері аурулар болады, оның аттарын шын айтқанда ешкім білмейді. Өзі түсініксіз қышиды. Одан кейін теріге тезірек көбейіп кетеді. Немесе қышиды да жоғалып кетеді, қайта шығады. Сондай тері аурулар. Оларды жаңағы өзінің результатын көрсетіп жатыр, бірнеше сеанста кетіп қалып жатыр. Одан кейін псориаз дейді, нервный почкадан болған дейді, сондай ауруларды кәдімгідей бізде ем болып жатыр. Біраз результаттарымыз бар. Енді осы аурулардың алдын алу үшін күнделікті бір дүниемен айналысу керек пе, әлде қалай? Енді сіз зерттеп жүргеннен кейін өзіңіз білуіңіз қажет қой. Енді осыны көптеген адамдар шын айтқан кезде, кейбір адамдар енді бастап тері қышып бастаған кезде қасып сайт, одан кейін ол жайылып кетеді, одан кейін уақытында дұрыс зат істете алмайды. Ол үлкейіп кетеді, көбейіп кетеді. Бір жағдай осы, екінші жағдай іштен болуы мүмкін. Гормоналды өзгерістер немесе бір заттың жетіспеуінен, бір нәрседен болуы мүмкін терідегі. Соның әсерде болуы мүмкін қан арқылы. Қазақта қазақта әлде жалпы бар ма, тұқымнан дейтін болады. Иә. Тұқымнан болған дүниелерді емдеуге де бола ма, әлде қалай, ол кетпей ме? Енді мен осы неден тұқымда бар деген тері аурулардан көбінде осы шаш туралы ғана кездестім. Тұқымымызда шашымыз ағарып кетеді деген сияқты. Оларды енді шашты енді бастап жатырмын. Әлі одан көптеген нәтижем жоқ, жаңа ағару туралы. Бірақ шаштың бас терісі мен беттің терісі бір тері. Шашты біз қарағанда теріміз бәрі сау сияқты көрінгенмен, аппаратпен тексергенде өте қорқынышты болады. Кейбір адамдардікі осыларды біз осы косметикаларымызбен емдеп жатырмыз. Түсінікті. Рахмет, алтын уақытыңызды бөліп қиып келгеніңізге. Енді жаңа сізбен сұхбат барысында бір өлең жолдары есіме түсе кетті. Эстетикам осы деп күле шалқып, косметикаң тұрғандай үлес артып, опыртып опадалап жақпаса да, әрлі беттен арлы бет мың есе артық депті. Жас ақын. Расымен де енді қазіргі таңда сол сұлу боламын деп өзінің бет әлпетін былайша айтқанда қорытып жатқан азаматшалар өте көп. Соларға айтар кеңесіңіз болса енді кішігірім. Иә, осы айтқаныңыз дұрыс. Өйткені адамдар әдемі болған сайын әдемі болғысы келеді. Өйткені әлемді әдемілік құтқарады дейді. Әйел адам нәзік әдемі болғысы келеді. Енді табиғилықты сақтап қалса деп ойлаймын да. Өзінің әдемі табиғи келбетін сақтап қалса, сол ең дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті. Рахмет тағы да алтын уақытыңызды қиып келгеніңізге. Құрметті көрермендер, сіздермен бүгін бізде қонақта болған Гүлжанат Мұхтархан, белгілі косметолог, және де мен Жұмахан Бексұлтан. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.